Саламатсыздар балалар. Қазақ тілі пәні 80-ші сабақ. Бүгін сабағымыздың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. Бүгін сабақта жұрнақ пен жалғауды ажырата аласыңдар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қостыратын боласыңдар. 67-ші жаттығу. Мәтінді оқып, жұмбақ шалдың не дегенін болжап айт. Әсет пен Нәркес денсаулық еліне бармақшы болды. Жолда оларға жұмбақ шал кездесіп жөн сілтейді. Ол балаларға жер, күн, ауа туралы жұмбақ сауалдар қояды. Балалар сұрақтарға толық жауап береді. Оларға риза болған жұмбақ шал деп көзден ғайып болады. Жазира Әкімбаева. Жұмбақ шалдың не деген болжап айтып көрейік. Оларға риза болған жұмбақ шал білімдерің арта берсін деп көзден ғайып болады. 68-ші жаттығу. Мақалдарды жатқа жаз. Денсаулық зор байлық. Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті. Мақалдарда қарамен жазылған сөздер байлық, жалқаудың, еңбектің. Байлық, бай, түбір, лық, жұрнақ. Жалқаудың, жалқау, түбір, дың, жалғау. Еңбектің, еңбек, түбір, тің, жалғау. Балалар алдымен мақалды жаттап аламыз, сосын кітапты жауып қойып, мақалды жатқа қатесіз жазамыз. 69-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, күн тәртібі тақырыбына әңгіме құрастыр. Бізге берілген тірек сөздер ерте тұру, демалу, тамақ ішу, сабаққа дайындалу, ойнау, кітап оқу. Күн тәртібі. Мен таңертең ерте тұрамын. Беті қолымды жуып, таңғы ас ішемін. Одан кейін мектепке барамын. Үйге сабақтан келіп, тамақ ішіп демаламын. Түстен кейін достарыммен ойнаймын. Үйге келген соң кітап оқып, сабаққа дайындаламын. Одан кейін теледидар көріп, сағат 10-да ұйықтаймын. 70-ші жаттығу. Сөздерді жұрнақ жалғау арқылы өзгертіп жаз. Бізге берілген сөздер іс, орын, талап, көл, қобыз. Керекті жұрнақтар шік, шы, кер, дық, ты. Ал енді сөздерді өзгертіп жұрнақ жалғап өзгертеміз. Іскер, орындық, талапты, көлшік, қобызшы. 71-ші жаттығу. Суреттегі ренжіген балалардың қайсысын қалай жұбатар едің? Бірінші суреттегі шахмат ойнап отырған екі баланың біреуі ренжіді. Ал енді оны ренжіме, бұл тек ойын ғана, сәтсіздіктен кейін әлі сәттілікте болатыны сөзсіз деп жұбатар едім. Екінші суретте бала мен күшік. Бұл балаға мұңайма, келесі туған күнге кішкентай күшік әперетін боламыз. Күшікке қарау үшін сәл өсуім керек, себебі ол үлкен жауапкершілікті талап етеді деп жұбатуға болады. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.